Баршаңызға сәлем. Төртеу түгел болса, отбасы берекесі қайдан басталады? Көкжиегіңді кеңейтіп, терең ой салар өнегелі сөздер. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді, алтау араз болса, ауыздағы кетеді. Қазақтың әрбір мақалы ғасырлар бойы жиналған өмір тәжірибесінің қысқа да нұсқа түйіні. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді, алтау араз болса, ауыздағы кетеді деген сөз бірлік пен алауыздықтың адам тағдырына, отбасы мен қоғамға қалай әсер ететінін бейнелейтін дана сөз. Бұл тек мақал емес, өмірлік қағида. Әке, ана, бала, келін, осы төртеу бірлікте, түсіністікте болса, ол үйде береке бар, ол шаңырақта мейірім бар, ол отбасында қуат бар. Бұл мақалдағы төртеу жай ғана сан емес, ол ең алдымен шаңырақтың тірегі болған төрт құндылықты білдіреді. Әке, ана, бала, келін. Осы төртеу бір-бірін түсініп, сыйлап, бір мақсатқа жұмылса, қол жетпейтін арман жоқ. Төбедегі келеді деуі, алыстағы бақ та, береке де, бақыт та сол бірліктің арқасында өзі-ақ табылады дегенді меңзейді. Осы төртеу арасындағы байланыс үзілсе, еңселі үйдің іші қирай бастайды. Әке отбасының тірегі, панасы, оның сабырлы мінезі, ақылды шешімі отбасының бағыт-бағдарын айқындайды. Ана шаңырақтың жүрегі, оның мейірімі мен қамқорлығы үйге жылулық пен тыныштық сыйлайды. Бала сол берекенің жалғасы, болашақтың үміті. Келін шаңыраққа құт әкелетін, отбасының жаңа тынысын ашатын асыл жан. Егер осы төртеу бір-бірін түсінсе, сыйласа, сөзге келмей сабырмен шешім таба білсе, қандай қиындық болса да жеңуге болады. Татулық бар жерде дау тумайды, құрмет бар жерде реніш болмайды. Бір үйдің ішінде шынайы сыйластық орнаса, ол отбасынан тек жақсылық тарайды. Мұндай үйде бақыттың да, байлықтың да, тыныштықтың да есігі айқара ашылады. Сондықтан шаңырақтағы әр адам өз орнын түсініп, жауапкершілікпен қарауы керек. Бір-бірінің кемшілігін жамандап емес, түзетіп, жетістігін қызғанбай, қуанып бөлісе білсе, нағыз татулық сонда. Төртеуі түгел жүрегі бір, ниеті таза отбасы ғана биіктерді бағындырады. Осындай бірлігі мен берекесі жарасқан отбасылар көбейсе, ел де мықты, ұлт та берік болмақ. Ал алтау араз болса деген тұста санның көптігі емес, ниеттің бұзылуы басты мәнге ие. Яғни адам көбейген сайын татулық емес, керісінше күншілдік, бақталастық, реніш, өзімшілдік белең алса, бар дүниеден айырылу оп-оңай. Ауыздағы кетеді дегені, қолда бар тыныштық, ырыс, сыйластықтың өзі көзден бұлбұл ұшады деген сөз. Бұл мақал бүгінгі отбасы өміріне айнадай дәл келеді. Бір үйде адам көп болуы мүмкін, бірақ егер әркім өз дегенін ғана күйттеп, үлкеннің сөзін елемей, кішіні менсінбей жатса, сол шаңырақта береке тұрақтамайды. Керісінше адам аз болса да, жүрек бір, ниет таза болса, ол үйде тыныштық пен бақыт болады. Даналар бірлік бар жерде тірлік бар деп бекер айтпаған. Бірлік дегеніміз бәрінің бірдей болуы емес, бір-бірін түсіне білу, кешіре білу, сыйлай білу.
Ал алауыздық ұсақ реніштерден басталып, үлкен өкпеге, кейін бүтін әулеттің ыдырауына апарады. Төртеу түгел болса төбедегі келеді. Бұл жай ғана сөз емес, бұл қазақтың отбасы туралы өмірлік заңы. Әке асқар тау, ана мейірімнің қайнары, бала болашақтың иесі, келін шаңырақтың шырағы. Бүгінгі қоғамда ең көп кездесетін мәселе үлкенді сыйламау, ата-ананың сөзін елемеу, ақылды араласу деп қабылдау. Абай атамыз ата-анаға көз қуаныш алдыңа алған еркесі деп бекер айтпаған. Әке мен ананың ақылы бұйрық емес, ол өмірдің өзінен өткен сабақ. Ал біз сол сабақты тыңдамай, өзімізше жол іздеп, кейде отбасылық берекеден айырылып жатамыз. Келін мен ене, келін мен ата арасындағы түсініспеушілік те бүгінгі күннің шындығы. Келін өз үйінен алып келген тәрбиесімен жаңа шаңыраққа келеді. Егер ол үлкенді сыйлауды, сөзге тоқтауды білмесе, шаңырақта тыныштық болмайды. Бауыржан Момышұлы, тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деген. Бұл сөзді отбасылық тәртіпке де қатысты айтуға болады. Үлкеннің жолын сақтау құлдық емес, тәрбие, әдеп пен парасаттың белгісі. Арадағы мәселені үнсіз жинамай, ақылмен шешу қажет. Реніш іште жиналса, кекке айналады. Ал ашық, бірақ сыпайы әңгіме көп түйінді тарқатады. Мұхтар Әуезов, ел боламын десең, бесігіңді түзе деген. Сол бесіктің түзу болуы отбасы ішіндегі дұрыс қарым-қатынастан басталады. Қазіргі отбасыларда әке мен ана, бала мен келін арасындағы қарым-қатынас бұрынғыдай берік емес. Үлкенді сыйлау, сөзін жерге тастамау, әдеп сақтау секілді құндылықтар әлсіреп, оның орнына өзімшілдік пен менмендік алға шығып отыр. Әке отбасының тірегі, ана шаңырақтың жүрегі бола тұра, кейбір үйлерде олардың сөзі өтпей, ақылы тыңдалмай қалатын жағдайлар жиілеген. Ал бала мен келін өз еркін, өз қалауын бәрінен жоғары қоятын кезеңге жеттік. Бұл жағдайлардың түп төркіні неде? Біріншіден, тәрбиенің әлсіреуі. Баланы тек оқыту мен киіндіру тәрбиенің толық үлгісі емес. Тәрбие үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, үйретуден басталады. Екіншіден, батыстық өмір салтына шамадан тыс еліктеу. Өзім білем, өзім шешем деген түсінік отбасы ішіндегі ақылдасу мен кеңесуді ығыстырып барады. Үшіншіден, сабыр мен төзімнің азаюы. Кішкентай түсініспеушіліктің өзі үлкен дауға айналып, туыстық байланыстарға сызат түсіреді. Үлкенді сыйламау, ата-анаға құрмет көрсетпеу түбі жақсылыққа апармайды. Мұндай отбасында береке болмайды, бала да сол көргенін қайталайды. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген даналық бекер айтылмаған. Бүгін ата-анасын тыңдамаған бала ертең өз баласынан да сый құрмет көрмеуі мүмкін. Ал келіннің үлкенді менсінбеуі шаңыраққа салқындық әкеліп, отбасының іргесін сөгуге себеп болады. Ендеше не істеу керек? Ең алдымен әр отбасы мүшесі өз орнын түсінуі тиіс. Біріншіден, әке сабырмен, ана мейіріммен үнсіз тәрбиеші болуы тиіс. Айқаймен емес, әрекетімен үлгі көрсеткен ата-ана баланың жүрегіне тез жол табады. Сабырлы сөз, әділ шешім әкенің беделін арттырады.
ана мейіріммен, бірақ шектен шықпайтын талаппен тәрбие бергенде ғана бала тепе-теңдікті сезінеді. Бала ата-ананың алдындағы борышын ұмытпасын. Бүгін ата-анасын сыйламаған ертең баласынан да сый көрмейді. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді деген дана бабалар. Бала мен келінге жауапкершілік жүктелуі керек. Еркіндік шексіздік емес. Әр сөздің, әр әрекеттің салдары бар екенін ұғындыру маңызды. Сыйламағанға сый болмайды деген халық сөзі осыны меңзейді. Келін түскен жерін төрдей сыйлап, үлкеннің батасын алуға ұмтылуы қажет. Баталы үйде бақ тұрады. Ренішті ішке жинамай ақылмен сөйлесейік. Жылы сөз жанды емдейді. Үлкеннің батасы рухани қорған. Батасыз үйде береке тұрақтамайды. Қазақтың баталы құл арымас деуі де бекер емес. Сыйластық талаппен емес, ниетпен келеді. Жылы сөз, сабырлы үн, кешірім отбасыны сақтайтын ең үлкен күш. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді дана халқымыз. Отбасындағы татулық қоғамның тірегі. Үй ішіндегі сыйластық түзелмей, ел ішіндегі береке орнықпайды. Сондықтан төртеу түгел болсын десек, әрқайсымыз өз мінезімізге, сезімімізге, қарым-қатынасымызға жауапкершілікпен қарауымыз керек. Үлкенді құрметтеп, кішіге қамқорлық танытқан шаңырақта ғана шын бақыт пен баянды өмір болады. Әл-Фараби, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген, ал тәрбие ең алдымен отбасынан басталатынын ескерсек, үлкенге құрметсіз өскен бала қоғамда да өз орнын таба алмайды. Қазіргі заманда қоғамда да, отбасында да түрлі қиындықтар мен сынақтар жиі кездеседі. Ақпарат көп, бірақ ақыл аз, мүмкіндік көп, бірақ жауапкершілік аз уақыт туды. Осындай кезде адамға ең алдымен саналы ойланып, дұрыс шешім қабылдай білу маңызды. Біріншіден, адамдық құндылықты жоғалтпау керек. Технология, әлеуметтік желі, ақша, атақ бәрі уақытша. Бірақ ар намыс, адами қарым-қатынас, мейірім мен сыйластық мәңгі құндылық. Біреудің жанын жаралап, жетістікке жеткенше жақсылық жасап, адал жолмен жүрген абзал. Екіншіден, отбасындағы бірлік пен тәрбие ең үлкен байлық. Баланың тәрбиесі телефоннан емес, ата-ананың үлгісінен басталады. Әке бағыт көрсетіп, ана мейірім беріп, бала құрмет ете білсе, шаңырақ шайқалмайды. Татулық бар үйде шын бақыт бар. Үшіншіден, сабыр мен ұстамдылық бүгінгі өмірде ерекше қажет. Ашумен айтылған сөз, ойланып жасалмаған әрекет өкінішке әкеледі. Сабырлы адам жеңімпаз адам. Сабыр тек шыдау емес, дұрыс шешімге келудің кілті. Төртіншіден, өзгеге емес, өзіңе талап қоя біл. Адам әрдайым өзгеден кінә іздемей, алдымен өз мінін түзетсе, қоғам да өзгереді. Еңбек ет, білім ал, өзіңді дамыт, сонда ғана ертеңің нұрлы болады. Бесіншіден, дініңді, дәстүріңді, тіліңді құрметте. Рухани тамыры мықты халық ешқашан құламайды. Ата-баба аманатына адал болу әр ұрпақтың міндеті. Қорытындылай айтқанда, бұл мақал адамға бір ғана шындықты ескертеді. Бақыт сырттан келмейді, ол ішкі татулықтан туады.
Төртеу түгел болса, жетпейтін арман жоқ, алмайтын асу жоқ. Ал алтау араз болса, бардан да айырыласың. Сондықтан әр адам өзінен бастап сөзіне, мінезіне, қарым-қатынасына жауапкершілікпен қараса, бір шаңырақ емес, тұтас қоғам да түзеледі. Отбасы тәрбие мектебі, сабыр мектебі, кешірім мектебі. Әркім өз орнын, өз міндетін сезінгенде ғана төртеу түгел болады. Бүгінгі заманның басты сабағы берекені бірліктен, бақытты адамдықтан іздеу. Әр адам жақсы болуға талпынса, жамандық азаяды. Жүректе иман, тілекте тазалық, өмірде жауапкершілік болса, қоғам да, заман да жақсарады. Ал төртеу түгел болса, тек төбедегі емес, жүректегі тыныштықта келеді. Осы видеоны көріп отырған әр адам бір сәт ойлансын: мен отбасымның берекесіне не қосып жүрмін? Бейнебаян ұнаса, қазақша арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп, тіркеле кетіңіз. Ұсыныстарыңыз, пікірлеріңізді комментарийге қалдырсаңыз болады. Достарыңызбен бөлісе отырсаңыз, тіптен қуанышты болар едім. Назарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыз.